Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін мынандай апельсиновый пирогты жасайтын боламыз. Өте дәмді, керемет болған. Оған қажетті заттар мыналар. Пирогымызды жасау үшін алдымен бізге жұмыртқа керек және сахар керек. Осы екеуін қосып әбден ағарып пена болғанша араластырамыз. Блендермен араластырған жақсы болады. Міне, жұмыртқамыз бен сахарымыз араласты. Оның үстіне қаймақ саламыз. Сосын ертілген, алдын ала ертілген сары майымызды құямыз. Әбден жақсылап араластырамыз. Бір шетке қоя тұрамыз. Енді апельсиннің сыртын теркадан өткіземіз уақтап. Бізге сырты қажет болады. Пирогтың нанын жасау үшін бізге апельсиннің сырты қажет болады. Міне араластырамыз. Содан кейін ұнды електен өткізіп араластыру қажет. Ұнның барлығын бірден салмаймыз, үшке бөліп саламыз. Пирогымыз жақсы көтерілу үшін осылай ұнды бөліп салған дұрыс болады. Осы ұнның ішінде разрыхлительді салып кеттім. Дайын болған қамырымызды формаға құямыз, оны пешке қоямыз. Пісіп дайын болғанша жаңағы сырты алынған апельсинді ішін сығып аламыз. Сұйығын бізге сұйығы қажет болады, соғы. Міне, апельсиннің соғы дайын болды. Оған сахар саламыз. Сахар ергенше отта кішкене ертіп аламыз. Міне, пирогымыз дайын болды, наны пісті. Енді бұны осындай ағаш таяқшамен тесіп шығамыз. Себебі жаңағы апельсиннен жасалған соғымызды үстіне құйғанда жаңағы апельсиннен жасалған сиропты пирогтың үстіне құямыз. Екі жағына да құюымыз қажет болады. Өте әдемі, дәмді, сочный болған. Оны сәнділеп жіберуге болады. Сахарный пудрамен жасап көріңіздер. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Міне қараңыздар, түсі сап-сары, сочный, өте дәмді. Апельсиннің иісі үйдің ішін алып кетті. Иісіне қарап, дәмінде күшті екенін білуге болады. Жасап көріңіздер, сау болыңыздар.